Біз 5-ші есепті қарастырайық. Бұл да 6 сыныпқа қайталау есептерінің ішіне кіргіздім. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай, бұл теңдеу пропорцияға келетін есеп. Осы жерде айнымалы бізде y. Айнымалының бар жерін тауып алу керек бірінші, сосын айнымалысы бар бөлікті біз теңдеудің сол жағына қалдыратын боламыз. Мұнда 4y қосу 2 түгелімен қалады сол жақта. Ары қарай көбейтеміз 42-ге 27-ні бөлеміз 14-ге. Енді осы жерде осын егер қысқаруға келсе, осы жерде қысқартып алуға болады. 42-мен 14 қысқарады 3-ге. Жақсы қысқарады екен. Ары қарай 4y қосу 2 тең 81. Онда 4y тең 2 ар жаққа азайтылып түседі, сонда 79. Y-ті тау үшін 79-ды біз 4-ке бөлеміз. Яғни 7-дің ішінде біреу, 39-дің ішінде 4, 9, 36. Сонда 4-тен 3 немесе 19,175 деп теңдеуді шешетін боламыз. Енді 6-шы есепке қарайық. 6-шы есеп бізде теңдеуге берілген есеп. Теңдеу болғанмен бұл жерде теңдеуде жақша бар. Бұндай теңдеулер шешу үшін бірінші жақшадан құтыламыз. Яғни көбейтудің үлестірімділік қасиеті бойынша біз көбейту амалын жүргіземіз, сонда жақшадан құтылатын боламыз. Сонымен сырттағыны ішіне кезегімен көбейтеміз. 20x азайту 80 болады. Азайту 7 21, 2 ойда 51 болады. Қосу 34. 34x болады. Оң жақта ықшамдайтын ештеме жоқ, сондықтан бәрін өзін жазамыз. Ары қарай келесіде біз ұқсас мүшелерді біріктіретін боламыз. Яғни x барларды. Сонда 20x қосу 34x азайту 27x тең 58 тұрады. Мына жақтан 50 мен 80 таңбалары өзгеріп келеді. Ары қарай азайтқанда 27, сонда 47. 27 жерде 14, қосқанда 54, 27-ні жазсақ 27x тең 109, 189. Содан x тең 189-ды 27-ге бөлетін боламыз. Сонда аралас санға айландырып қоюға болады. 27 189-ның ішінде 7-ден десек 27, 7, 49. 7-ден ровно кеп тұр екен. 7 болады екен. Бар теңдеу құрамында модулі бар болғандықтан модульді теңдеу деп атаймыз. Енді бұл жерде модуль дегені болмаса, бір қатты күрделі болып тұрған жоқ, себебі модуль ішінде тек x қана бар екен. Яғни модуль x-тен 6 тұр мұнда, 2 мұнда 16 тұр. Соларды қосу азайту таңбаларына қарай біз біріктіретін боламыз. Модуль 6 азайту 2 модуль қосу болып келеді. 16 теңдеу сол жаққа көшкенде ар жақта оң жақта 35 қана қалады. Енді мына жерден орындаймыз. 20 модуль x-тен 20 қалады, тең 35. Ары қарай модуль x-ті қалдырамыз да, кәдімгі бөлу амалын орындаймыз. Қысқартуға келсе қысқартып тастаймыз. 2-де 5-ке қысқарады, 4-тен 7. Ал осы жерге келгеннен кейінгісі айтпақшым. Модуль x-ін 4-тен 7-ге тең болады деген сөз, ол былай деген сөз. Қандай санды модульдан шығарғанда 4-тен 7 шығады деген сөз. Ол деген сөз 4-тен 7-нің өзі оң сан болғанда 4-тен 7 шығады. Және x 2 тең минус 4-тен 7-ні де модульдан шығарсаң 4-тен 7 болады. Яғни есептің шешімі 2 жауап болады екен. Бұл модульді теңдеуді шешудің бір түрі.